Hayırlı gün ballar. Bugün bizde ұйымдастырған оқу қызметimiz математика негіздері. Балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз бірден 10 санмен танысу және тура санау, кері санау. Ендеше балалар, оқу қызметіміз бастамас бұрын мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың шешімін бірге табамыз, балалар? Аналарға сыйлайтын, аралар бал жинайтын, бұл немене балалар, үзуге адам қимайтын. Жауабы гүл екен, дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше гүл бейнесі дұрыс айтасыңдар балалар. Бізде гүлдер қандай түсті болады? Көк болады, дұрыс айтасыңдар. Жасыл, қызыл, ақ, сары гүлдер болады екен, балалар. Балалар, гүлдің бізде жапырағы қандай түсті болады? Жасыл, дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше гүліміз бізде қандай пішінді? Қарайшы балалар. Қандай пішін? Дөңгелек балалар. Жапырақтар қандай пішін? Сопақ. Балалар, бізге экрандағы гүлге назар аудардық, балалар? Балалар, біздің экрандағы гүліміздің түсі, гүлдің түсі қандай болып тұр балалар? Суық болып тұр. Осы гүлімізді әдемі етіп бояндыру үшін балалар, күтушіде бізге тапсырма берген. Сол тапсырманы кәнекей бірге орындаймыз. Ендеше балалар, тапсырманы бастаймыз. Балалар, осы тапсырманы бізде бастап екі қатарға бөлінеді. Бірінші қатарда бала бірден, яғни тура санап көреді, балалар. Екінші қатардың баласы кері санайды. Ендеше орта тақтаға шығамыз. Ибрахим шыға ғой бірінші қатардан. Дауысын шығарып, балалар санап көреді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың, Ибрахим, орнына отыра ғой. Балалар, екінші қатардағы Алинұрды ортаға шақырамыз. Алинұр бізге кері санап береді. Экранға бәріміз қарап отырамыз. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсың, Алинұр, орнына отыра ғой. Балалар, бізде тура кері санап, балалар, біз санадық па? Жарайсыңдар. Ендігі балалар, біз екінші тапсырмамызды орындасақ, бізге екінші тапсырмада жасырылған. Сол тапсырманы орындасақ, біздер боялған гүлімізді ашамыз. Сол үшін балалар, біздер екінші тапсырманы орындаймыз бірігіп. Ендеше мен сіздерге жұмбақ жасырамын. Бәріміз жауабын бірге табамыз. Жеті бауыр туыспыз, атымыз өзге демесең. Жұмған жұдырық уыспыз. Бұл не балалар? Шешімі? Апта күндері дұрыс айтасыз. Кәнекей балалар, бізде апта күндері кім айтады? Азиз, орта тұра ғой орнынан. Шешембі, сәрсенбі, дүйсенбі, жұма. Жексенбі. Жарайды. Балалар, бір тәулікте неше бөліктен тұрады? 4 бөліктен тұрады. Ендеше Ибрахим орнына тұрып айта ғой. Қандай бөліктер? Таң, күн, кеш. Түн, кеш. Жарайсың, Ибрахим орнына отыра ғой. Дұрыс айтасыңдар. Таң, күн, кеш, түн болып төртке бөлінеді екен, балалар? Осыны балалар біле жүрек. Балалар, бізге үшінші тапсырма берілген. Сол үшінші тапсырма бірге орындасақ, бізге күлтешедеміздегі гүлімізді анық суретін көретін боламыз. Кәнекей балалар, бірге үшінші тапсырманы орындаймыз. Ендеше балалар, балалар, бәріміз үшінші тапсырманы бірге орындаймыз. Ендеше экранға назар аударайық, балалар. Бізде мында не бейнеленген? Ненің бейнесі тұр? Құстың, балалар? Қандай құс? Торғай құсы. Ендеше балалар, торғай құсымызды 5 түрлі кеңістікті бағдарлаймыз. Кім айтады балалар? Кәнекей. Ибрахим орнына тұра ғой. Келе отыр. Жоғары. Оң ұстай ғой, жоғары. Қандай түсті торғай тұр? Қызыл түсті торғай тұр, сосын төменде
Qara. Iya, qara, to'g'ri tur. O'ng jaq qaysi? O'ng jaq, mana bu jaq. O'ng jaq. Iya, sari, to'g'ri tur, ya. Aha, sol jaq. Ko'k. Aha. O'rtasi qaysi? O'rtasida so'ri to'g'ri tur ekan, ya. O'tiradi o'rniga. Жарайсың. Ендеше балалар біз экрандағы құстың кеңістігін бағдарлаймыз. Балалар біздерге бәріміз өткен сабақта өттік. Оң жақ, сол жақ, жоғары, төмен және де ортасы. Балалар қараңдар. Экранда жоғарыда қандай түсті тұрғай тұр? Қызыл. Бұл қайда тұр дедім? Жоғарыда тұр. Төменде балалар бізде қара түсті тұрғай тұр, я балалар? Бұл төменде тұр екен. Оң жағымызда сары түсті тұрғай тұр. Сұры түсті тұрғай тұр. Ендеше балалар, жоғары, төмен, оң жақ, сол жақ, ортасы. Бұл балалар бізде кеңістігімізді бағдарлар бізде көтішіндегі білдіріміз істеді. Түгелдей боялды, дұрыс айтасың балалар. Ал ендеше балалар орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Қайынки орнымыздан бірге тұрамыз. Оң қолымда бес саусақ, сол қолымда бес саусақ, екі қолым жұмыла болады бізде 10 саусақ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың балалар, орындарымызға отырамыз. Одан кейін балалар бізде көтішіндегі білдіріміз істеді. Түгелдей боялды, дұрыс айтасың балалар. Сіздерде балалар, бізде алдымызда бәріміздің дидактикалық ойындарымыз тұр. Сол дидактикалық ойындарымызды балалар жемістер мен көкөністерді санау. Жеміс пен көкөністі санау шығару арқылы көрсетілген цифрларын тауып қоямыз. Қайынки балалар, алдымыздағы дидактикалық ойынды жеміс пен көкөністерді цифрын бірге тауып қоямыз. Ендеше балалар, қайынки бәрі бірге.
Жантөре, сен мына лимонды санау арқылы қасына неше деген санды қойдың? 5 деген санды қойдың. Дұрыс па балалар? Я. Ибрахим, сен Алмұртты санау арқылы неше саны қойдың қасына? 2. Жарайсың. Амина, қызанақты санау арқылы неше саны қойдың қасына? 7 саны қойдың. Жарайсың, Амина. Балалар, бүгін біздер ұйымдастырылған оқу қызметінде не үйрендік? Кім айтады кәнекей? Балалар, бірден 10-ға дейін санауды үйрендік, иә балалар? Тура және кері санауды үйрендік. Жұмбақ арқылы тапсырма берілді балалар бізге. Тапсырма арқылы біздер күлтешемізді түсін бояп шықтық, иә балалар? Балалар, біз тағы да кеңістікті үйрендік. Оң, сол, жоғары, төмен және ортасын айттық, иә балалар? Өткен тақырыпта қайталанған тақырыптарымыздың бәрін жақсы айтып шықтық. Балалар, бүгін ұйымдастырылған оқу қызметіміз осымен аяқталды. Сіздерге көп рахмет.